Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз темірбетонның құрылыс материалы ретіндегі қасиеттері. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты студенттерді темірбетон жайлы ақпараттармен таныстыру, алдын ала кернеуленген темірбетонды түсіндіру, қолданылатын арматуралардың түрлері және арматуралық бұйымдармен таныстыру болып табылады. Ал сабағымыздан күтілетін нәтиже: студенттер арматура түрлері мен класстарымен танысады, арматуралық бұйымдардың түрлерін үйренеді, жұмысшы арматура, монтажды арматура немен ерекшеленетінін біледі және арматуралық сетка түрлерін атап көрсете алатын болады. Жалпы сабағымызда келетін болсақ, жалпы темірбетон дегеніміз не? Темірбетон дегеніміз ол конструкцияда бірге жұмыс істейтін қатқан бетон мен болат арматурадан тұратын тұтас біріккен құрылыс материалы болып табылады. Бетон мен болат арматураның біріккен жұмысшының негізі болып материалдың қасиеттерін дұрыс сұрыптап алу болып табылады. Бетон қысылуға жақсы қарсы тұрады, ал арматура тартылуға қарсы біршама беріктікке ие болады. Бетон қатқан кезде болат арматурамен берік ұстасады және екі материал да бірге деформацияланады. Тығыз бетон арматураны коррозиядан қорғайды және оның оттың әсерінен сақтайтын болады. Жалпы темірбетонды конструкциялардың дайындау әдісі бойынша ол жиналмалы монолитті және монолитті болуы мүмкін. Жиналмалы конструкцияларда бірнеше рет пайдаланатын фирмаларда темірбетонды конструкциялардың арнайы зауыттарында жасалады және тасымалдау құралдарының көмегімен құрылыс орнына жеткізіледі. Онда олардан ғимараттар мен құрылымдар жасалады. Жалпы жиналмалы монолитті конструкцияларда есе құрылыс орнына бөлек аумақтарын монолитті бетонмен толтыратын зауытта жасалған элементтерден жиналады және монолитті темірбетонды конструкциялар құрылыс орнына дайындалады. Және фирмалар ретінде әртүрлі опалубкалар қолданылады. Бұл құрылыс орнына бетон мен арматура бөлек жеткізіледі. Монолитті темірбетоны негізінен гидротехникалық құрылыстарда пайдаланады. Өндірістік және азаматтық құрылыста жиналмалы темірбетон қолданылады. Ол құрылыс алаңын құрылыстарды монтаждау алаңына айналдырмайды және бұнымен жұмысшылардың жұмыс жағдайын жақсартуға, әсіресе қысқа уақытта сонымен қатар жұмысты тездетуге және көп жағдайда құрылысты арзандатуға негізінен мүмкіндік беретін болып табылады. Жалпы алдын ала кернеуленген темірбетонға келетін болсақ, алдын ала кернеуленген деп жасалу процесінде бетон жасауда қысылуға ұшырайтын темірбетонды конструкцияларды атаймыз. Ол негізінен былай бөлінеді. Біріншісі, темірбетонды конструкцияны пайдалы жүкпен толтырғанға дейін оның арматурасын резиналық жгут сияқты тартады. Осы кезде тірек ретінде негізінен бетон қолданылады. Және арматура неғұрлым қатты тартылған болса, соғұрлым бетонда қысылады. Егер конструкцияға пайдалы жүк қосылса, үлкен дәреже пайдаланылады. Кейінгісі, алдын ала кернеуленген темірбетонды конструкцияларды дайындауда арматураны қысудың екі негізгі тәсілі қолданылады. Бетондарға және тіректерге қысу, және тіректерге қысу жиналмалы темірбетон жасағанда қолданылады. Және қысылатын арматураны осы кезде формалардың күштік өрісінде немесе форма шекарасынан кеткен арнайы тіректерде қысады және фиксациялайды. Жалпы үшіншісіне келетін болсақ, кернеулі механикалық немесе электротермиялық әдіспен жүзеге асырылады. Электротермиялық әдісте арматуралық стержендерді ток өткізу арқылы қыздырады. Мұның нәтижесінде стержендер ұзарады. Салқындау процесінде стержендер қысқарады, яғни қысылады. Жалпы қолданылатын арматураның түрлері және арматуралық бұйымдарға келетін болсақ, жалпы арматура деп отқанымыз бетонның денесіне орналастырылған өзектерді атайды. Бетон созылуға нашар қарсыласатындықтан арматура темірбетон конструкцияларда бірінші кезекте сызатын күштерді қабылдау үшін орнатылады. Арматураны сонымен бірге сығылған конструкцияны күшейту қажет болғанда пайдалануға болады. Себебі арматураның сығылуға беріктігі бетонға қарағанда айтарлықтай көбірек болып табылады. Және арматура ретінде болат пайдаланылады, бірақ бірқатар жағдайларда болаттан ол қымбатырақ түседі. Сол себепті ол құнды қасиеттерге, мысалға коррозиялық және химиялық төзімділікке ие болатын металл емес арматураны пайдаланғанда орынды болуы мүмкін болып табылады. Жалпы арматураның түрлеріне келетін болсақ, жасалу тәсілі бойынша арматура ыстықта иленген, суықтай созылған және термиялық бекітілген және бетонның түрі бойынша тегіс және кескінді болады. Жалпы арматураның бетінде қырлардың жаншылған батқан жерлердің бар болуы, осылайша олардың бірлескен жұмысын қамтамасыз ете отырып, арматураның бетонмен ілінісуін әжептеуір жақсартады. Және арматураның мақсатты пайдалануы бойынша қимасының ауданын есептеу бойынша анықталатын конструктивті технологиялық түсініктер бойынша қолданады.
Жалпы жұмыс арматурасы мен конструкция бізде мына суреттер берілген. Бірінші суретімізде мына Б деп тұрған бұл жерде жұмыс арматурасы және конструктивтік арматура бойлық және көлденең ішкі және сыртқы арматура болып бұл жерде көрсетілген. Конструкцияның құрамында жұмысының сипаты бойынша арматураны құбырлардан және болат прокат кескіндерден, таврлардан, бұрыштамалардан, шверлерден жасалған қатқыл және созымды арматура болып бөледі. Ал мына екінші суретте ise болаттың химиялық құрамын өзгертпестен оның беріктігін арттырудың тағы да екі жолы бұл жерде термиялық және механикалық бері кету көрсетілген. Жалпы арматураның физикалық, механикалық қасиеттері арматурада осыдан жасалған болаттың химиялық құрамына, жасау және өңдеу тәсіліне байланысты болады. Болаттың беріктігін оның көміртегі мөлшерін көбейтумен, сондай-ақ әртүрлі қоспаларды араластырып, хромды, кремнийді және бас енгізумен осылай беріктігіне қол жеткізуімізге жалпы болады. Арматуралық болатты конструкцияларды қолдану. Жалпы қолдану негізінен былай жүргізіледі. Олар кернелмейтін жұмыс арматурасы ретінде А және А2 және А3 санаттарындағы арматурасын қолдану арқылы конструктивтік арматура, монтаждау арматурасы, көлденең арматура А1, ВР1 санаттарын сонымен қатар А2 және А3 санаттарында қолдану қажет. Кейінгісі кернеленетін арматура ретінде А4, А5, А6, А4, А5, А6 санаттар арматурасында қолдану керек. Егер конструкциясы 12 метрден асатын ұзындыққа ие болатын болса, онда бізге А4, А5 сияқты арматураларды қолдану керек болып табылады. Жалпы арматуралық бұйымдардың өзіне келетін болсақ, кернелмейтін арматураны әдетте пісірілген торлар немесе каркастар түрінде жасайды. Стандарттың торлар бойлық арматурасының диаметр 7 мм аспайтын және ұзындығы орамның 900 және 1300 кг салмағымен шектелген, орамды ұзындығы 9 метрден аспайтын жалпақ болуы мүмкін. Және стандартты торлар олар темірбетон конструкцияларға арналған пісірілген торлар деген арнайы МЭМС бойынша жасалады. Және каркастарды бір немесе бірнеше бойлық өзектен және оларға пісірілген көлденең өзектерден жасайды. Сапалы дәнекерлеу шартынан каркастағы бойлық және көлденең арматуралық өзектердің ара қатынасы кем дегенде 1-3% дейін болуы тиіс. Жалпы арматураның бетонмен ілінісуі негізінен 3 факторға байланысты жіктеледі. Олар арматураның бетонмен желімдеуге, арматураның бетонға үйлесуіне және арматураның бетонға механикалық ілініп қалуына байланысты болады. Жалпы арматураның ішіне бетонның желімделуі цемент гелінің желімдеуші қабілеттігіне орай жүреді. Желімдеудің беріктігі шамамен ол 0,5 МПа-ден аспайды. Жалпы арматураның бетонға үйкелісі бетонның отырып қалуына орай арматуралық өзекті қысып сыққаннан кейін жүреді. Және тіптен арматураның бетінде арнайы жасалған шығыңқы жерлер болмағанның өзінде бетонды арматураның бетінің тегіс емес жерлерінде ілінісуі әрқашан орын алады. Және арматураның бетонға ілінісін жақсарту үшін арматура санаттарының көпшілігі мысалы А1, В2 қоспаған кезде кесінге ие болады. Бізде мына суретімізде бетонда арматуралық өзекшенің ілінісуі көрсетілген. А суретінде арматуралық кертпештерінің есебі, Б суретінде іліністі арматураның бетімен үйкеліс күштерінің есебі, В суретінде ілінісу кернеулерінің бөлінуі көрсетілген. Ал мына суретімізде арматураның мынандай анкерлеу әдістері көрсетілген. А суретінде ілмектің, В-де бұрмалаудың, В-да көлденең өзектердің, Г-да торлар түрінде жанама арматуралаудың, Д-да қиыршық түрінде жанама арматуралау, Е-де төсеме бөлшектерде, Ж вариантында жайбасты бар отырғызатын бөлшектерде көрсетілген. Жалпы сол жағына қарасаңыздар, бұл жерде арнайы сандар берілген, бұл жерде арматураның құрылысы көрсетілген. Бұл жерде бірінші жұмыс арматурасы, екіншісі конструкциялық арматура, үшіншісі торлар, төртінші шиыршық, бесіншісі төсеме бөлшек, алтыншы шайбасы бар отырғызылған арматура көрсетілген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.